Hoş geldin Yasmin. Сәлем. Сонымен көп созбай тоқ етеріне көшейік. Ал, айта бер. Немді айтайын? Масқара болғанымды айтайын. Апа? Жоқ, Дефнемен неге сөзге кеп қалғанын өз аузыңнан естігім келіп. Әлі ұйықтамағансыз ба? Оған бітсін, сосын зерттеуге ұйықтайын. қатысты бір жұмыс тапсырған. Бүгініңіз қашан бітеді енді? Әкеп қойып кеткені зерттеу емес. Мына әйел ана баласын таппай жүр. Толған қате. Тауып алсын, Соғыс десе де болады. сосын ұйықтайын. Ой, апа. Содан Бұл ана баласын табам дегенше ана бала жігіт болып өсу керек қой әлі? Ей, кешірім сұрап сен оны қайдан білесің? орнына Не, көріп қойғансың ба? шашып жіберді. Жоқ. Сериалдың бәрі сөйтіп созылып, бітпей ме біз? Жатып ұйықтасаңызшы, апа. Мына ұйқы режиміңіз бұзылады. Ұйқы режиміңіз бұзылса, одан кейін сериаломания деген ауру боласыз. Ол ауруға шалдықсаңыз қиын болады, апа. Шағыласы бермей барып ұйықташы. Жататын кезде өзім жатам. Сонда сен оған не деп едің? Мен білетін Дефне қараптан қарап, шектен шықпаса керек еді. Сенің отбасың жоқ па? Әке шешең жоқ па? Апа, қою қылып жақсылап мята қосып шай алып келейін ба? Түн ішінде ме? Ана каталогтың таңғы шайға пісіріп қойған дәмді пирогтары бар. Таңертең іздеп жүрмеймін ғой. Ойбай апа, сізден қалса жейді олар. Қалмаса тас жесін. Одан кейін ана Зарина бар ғой, өткенде алдыңғын алып келген турецкий пахвала. Пахлава. Сізге қатты ұнап еді ғой? Иә. Содан кішкене алып қойғам сізге арнайы. Өте дәмді еді. Қалып еді өзі? Аналардың бәрі опырып соны жеп жатыр екен, бір уыс сізге тығып қойғам ғой. Онда не қылып отырсың? Әкелсеші тезірек. Я? Сию минуту, сеньора. Мынау кім сонда, апа? Бұл Софияның бірінші күйеуі. Ал ол мына әйелдің баласы. Мына әйелдің баласы ма? Иә, солай болып тұр ғой енді. Сонда Софияның енесі ма? Иә. Апа, София деген мына әйелдің күйеуін тартып алды емес пе? Ол бірінші күйеудің баласы. Ал бұл екінші күйеуі ғой. Қайнатасын тартып алып жүрме сонда? Ужас. Мейлі ғой қаншасыншы күйеу болса да бәрі қайнатасы ғой. Ужас. Сонда мен сіздің күйеуіңіз тартып алған болып тұрмын ба? Атамның ертерек кетіп қалған дұрыс болыпты онда. Түк көрсетпедің ғой адамға. Все, молчу. Әлі ұйықтамағасыңдар, міне? Кел, шай ішеміз. Я его не видела с начала вечера. Бұл қай мезгілгі шай сонда? Мезгілі жоқ, маған бәрібір деген шай. О, пахвала? Ей, алдымен қолың жүк бел. Ма, бол. Пахлава де. Ма. И сына моего хотела украсть. Апа, тез жеп алыңыз мынаны. Қазір комбайн келеді. Неге шақырдың оны? Қазір сериал көрсетпей жағаласып отырады адам. Өзі шығып кетті ғой. Әдей шақырған. Қайырлы түн. Ал, мынау да келді. Кел, жуынып кел. Шай ішеміз. Ай, бәле. Апа, мен білдім ғой сіздің күбірлеп отқандарыңыздан, шай ішіп отқандарыңызды. Сөйтіп, беті қолымды жуып, дайын болып келдім. Жақсы болыпты, дайын болып келсек. О, Павлаха. Ей, пахлава десейші. Комната уже закончена. Запри ее там. Клиент уже на подходе. Ne hunay? Шаптыр. Оян, бүлдіресін, оян. Не болды? Таң атпаған көлі? Не түс көріп отырың? Анау, жылқыларды бағып жүргім ғой, атбегі боп. Бір ана асауды үйретіп отырым, ары бер шаптыр деп. Соған айтып отырсың ба? Не сөйледің ба не? Басқа түс көріп отырмын. Үйде дабыр біреулер бар ма? Біреу келді ме? Ана көкемін келем деп отыр еді ғой. Құрманбек көкем ба? Құрманбек көкем. Кет, жүр. Жоғым, аттарды үйретім керек.
Апаня Сулейманды көре бересіз. Мен денем бар, не көресің, өзім білемін ғой. Что случилось, ага? Повелитель Мынау да заинструктирует сады селения Ойбу. для того, к нам он и пошел. Біз Нәкүне екеуміз далада ит құсап жатырық қарауылдап. Бұлар шай ішіп отыр ғой, пақлабамен. Әкел, ақтас отырсай, шай ішеміз. Небесам наш повелитель поправился. Бар болса ұйықтап жатыр ба? Раздайте Бір золото. дастарханда адамдармен отырып шай ішкен қалай болады? Қалада итпен бірге отыра береді дастарханда. Городской ит боласында. бір тыныштықта бір сериал көре қояйын деп ем. Апа сериал не қыласыз? Мені ғой біздің сериал басталып кетті уже. Мұнадан артық сериал керек жоқ қой бізге. Я не позови. О, жақсы болды қайта. Таңғы шайды дайындамаймын. Осымен тоятын шығарсыздар. Ой, әлі сағат 3 қой. Таңғы 7-ге шейін тағы қарны ашады, уайымдама. Хотя он должен преодолеть еще много напастей. Ассалаумағалейкум, кім бар? Там тұрыс қой. Бұлар әлі ұйқысынан тұрмаған ба? Абысын ұйқыны жақсы көреді, бірақ Мынаны қайсысы тастады екен жолдың үстіне? Ей, бастайды да тастайды. ай одан кейін ба? Сүйді ғой өздері. Қазір бекет беліңді ауыртып аласың. Одан соң шаршап келгенде далаға келгендей болдық қой тура. Қатын, бұл шаңырақ менің жалғыз ағамның қара шаңырағы. Мен үшін қағбадан кейінгі екінші қасиетті шаңырақ. Ана улы тіліңмен бар ғой. Берекесін алатын болсаң, тіліңді кесіп алам, білдің бе? Ой, менің алтын қайда? О, жеңеше. Ой, қоя сал. Амансыз ба? Балдар істейді ғой нең бар. Қалайсыз? Амансыз ба, жеңеше? Ой, жеңеше, амансыз ба? Сіз үшін бір уақыт тоқтап қалғандай. Кеше түскендейсіз. Жап-жас сол күйі өзгермегенсіз. Ай, мырзаға, бәрі сенің көзіңмен қарайтын болса ғой. Жексен, дүйсен тұрыңдар, мырзаға келді. Амансыз ба, Дариға? Иә. Денсаулығың жақсы сияқты, жардай болыпсың. Құдайға шүкір, шалымыз қасымызда, уайым жоқ, қайғы жоқ. Жеңеше-ау, бар тапқанымызды осының аузына тығып отырмыз ғой. Құмырсқаның аналығы құсатып. Қан жүріңдер, Қалайсыздар, жақсы ма бәрі? Жақсы, жақсы. Жексен қалай, денсаулығы жақсы ма? Балдар, қой сойыңдар. Нәкүне еркетайыңыз жүр ма шауып? Күлпаш, жүр шай ішеміз. Пара берші мен, пара берші шайды мен қазір өзім барам. Тамақ жайға берейін. Ай, жексен шаруаларың қалай? Болады, біз жүрміз. Санасында вақтыға барып келем. Қала берді, бос уақытта құржатпайық деп барады. Дүйсен екеуміз балалары асырасақ па деп жатырмыз қазір. Құдай қазір адамдармен сөйлесіп, келіссөз жүргізіп жатырмыз. Сол, басқа тыныш, үйдеміз. Абысынды балмен бағамыз десеңдер. Не? Құдай қаласа. Абысын бал жей беріп, балпақтай болып кетпеңіз. Мені жардай деп кекетуші едің, енді өзің жарлардай боларсың. Абысын, мен сен соған жеткіземін. Хай, анау ол да жағатын адамға жағады ғой, мырзаға. Жеңеше, сіз не жесеңіз де өзгермейсіз ғой. Сіз әйелдердің ең жоғарғы сортынансыз ғой, жеңеше. Біз екінші сорт болып қалғанбыз. Үшінші деп айт. Бұрындары мынау аналарымыздың қолындағы тағып алған әшекейіне қарап, неше ұл, неше қыз тәрбиелеген білетін едік қой. Мына қолыңыздағы 4 күмісіңізді көріп, көңілім толып, тәубеме келіп отырмын. Енді ұлдарыңыздың сыйлығы бөлек қой. Мына қайныңыз арнайы өзіңізге алтыннан мына бір білезікті құйдырып алып келіп отырмын. Осыны сыйға тартайын, қабыл алыңыз, жеңеше. Рахмет, көке. Ой, алтыным сол, алтыным сол. Ай, жарқырап, аман жүрсең болды ғой бізге. Бұл әшекейлердің құны анау сенің тырнағыңа да татымайды ғой. Рахмет, айналайын, рахмет. Сізге рахмет, жеңеше. Рахмет, дүние тұрғанша тұр, айналайын. Ай, кәтілік, анау дүйсендер қой сойып болса, тезірек шайғаңдар. Шайды біз өзіміз ше береміз. Маған бірісі. Шайда кел өзің берем. Жоқ, қоя бер. Я, жексен, бер ана жеңгеңе.
Ол жүзге келсе де осы әулеттің келіні ғой, құйсын. Бер. Неше онда мына ағам айтты. Мұстафа, таным. Одан бұлай, қатындардың тірлігін араласатын болсаң, ана басыңды шабуға бұйырам. Бұйрығыңыз орындалады мен сұлтаным. Жеңеше. Не дейсің, сұлтаным? Жеңеше, қатты көтеріп жердіңіз ғой. Осы сериал көргелі бар ғой. Апам тек қана осы сериалдың тілімен сөйлейтін баған ғой. Ай, несі бар? Біздің әулеттің сұлтаны менің мырзағам. Ой, рахмет жеңеше. Көрдің бай қатын? Сол жеңешең неге жақсы көресің соншама дейсің. Қайнысын сұлтандай қып төбесіне көтеріп отыр. Көрсетші маған, кім қайнысын осылай төбесіне көтеріп жүр екен? Сендер бар ғой, қайныларыңды төбелеріңе көтермек түгіл, бір ауыз айтқан қалжың сөзін көтере алмайсыңдар. Ай, қойыңыз көке. Осы ағамды айтамын, өмір осы басымыз қосылса болды. Жеңшем тілдейсіз отырасыз, а? Бұл осы ғой. Екеуінің басы қосылса меліге кетеді. Мен бірақ оған үйреніп те қалдым. Сіз алтынсыз, жеңше. Сіз біз үшін алтынсыз. Күлпаш, осы апам мен кіші атаның сыйластығы әлі күнге дейін күшті, иә. Бұл кісілерді шынайы махаббат қой. Екеу ғашық па не, Күлпаш? Я дейсесам қазірше, гулетіп өзек шығармақшысың ғой, я? Әй, махаббаттың түр-түрі бар емес пе? Атаны мен баланың арасындағы махаббат, отанға деген махаббат, қыз бен жігіттің арасындағы махаббат, достық махаббат бар, қайны мен жеңгенің арасындағы махаббат. Тауық махаббат. Иә, дұрыс айтасың, тауық миларда тауық махаббат. Бірақ кіші апа ше, атаны қызғанады деп, біздің апаны жақтырмайды ғой, неге? Ойбай, кіші апаң бар ғой, ешкімді жақтырмайды. Адам баласын жақтырмайды. Абайлашы, сол бәле, өте страшный ше. Сол сөйлеп атса бар ғой, үндеме, сөз қайтарма тек, жауап та берме, үндемей тұра бер. Айтпесем, уы шашырайды. Уы шашыраса өте қиын болады одан кейін. Негіз ана кіші атаның мықтылығының арқасында жүр ғой, айтпесем бар ғой, бәріміз анаконда ұқсап жұтатын еді ол ше. Келіндерінен байқамайсың ба? Армияда служит еткен сияқты, солдат сияқты жүреді бәрі. Құдай сақтасын. Негізі Құдай біз жақсы көреді екен, не Күлпаш, е? Сол кісінің келіні болғанда не істер едік? Жүререк маршировать етіп. Ай, мен полковник болып қалатын ем осы күнге дейін. Мен ше? Ай, сен сол бар ғой, сол дух кезіңде увольнение кетіп қалатын шығарсың. Ол кемпірге мен сияқты қатқан қара, копченый, онша-мұнша сөз өтпейтін келіндер болмаса шыдамайды ғой. Немнеге жыртындап атсыңдар? Апам тезестің деп атыр. Біздің қайны сымақтарымыздың түрі мұнау. Өмір ауыздарынан жыл сөз шықпайды. Күлпаш, Не? 2000 теңге бере тұршы. Не істейсің? Керек болып отыр. Қайтарасың ба? Қайтарам. Көрдің ба каталог? Жұрттың қайнылары жеңгелеріне алтын тағып атыр, е? Біздікілер қалтамызды қағып, соңғы тиынымызға шейін алып кетеді. Мә? Кемпір болғанда аласын алтынды. Қоя қойшы айналайын. Сен алтын әпереді деп күту үшін өлмейтін жалмауыз болу керек шығар. Ена көнай мен күтем. Бол, көт. Тез-тез бастайық. Әйтеуір денсаулығыңыз жақсы ма жеңеше? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Балалар қасымда. Енді солардың күйбің тірлігімен күнің өткенін білмей қаласың ғой. Ағам сағынған жоқсыз ба? Ағаң алтын адам еді ғой. Несін айтасыз? Мына кез келген қиындықты да, бақты да нағыз ер азаматша көтеретін еді ғой. Әділет, бауырмал еді. Сені өз баласындай жақсы көруші еді ғой. Мен де сағындым ағамды. Бір ағамның орнын 10 балам баса алмай отыр ғой. Айтпақшы мырзаға, әлгі балаңның мәселесі шешілді ме? Шүкір, ол мәселе шешілді. Бірақ жеңеше, мен былай істейін деп отырмын. Ол жүгірмекті бір қатына беріп, үйден қуып шықпақшымын. Бөлек жіберем.
Енді ол бұзықты тоқтатса, бір пысық, мықты қатын тоқтатайын деп отыр. Ана Күлпаш келіннің сіңілісі бар еді ғой, ағасының қызы. Иә. Бір жолы сол құдалардікіне барған кезде көзім шалып қалған. Өзі бір сүйкімді, сондай бір пысық қыз. Сол жылы оқуға түсіп жатқан болатын. Ендігі оқуын бітірген шығар. Сол қызды әперем деп шештім. Оған енді қазіргінің балдары көне қоя ма? Ой, қазіргішесі құрсын. Қазіргішесін көрдіңіз ғой, ақыры не болғанын. Енді бұрынғыша болады. Олардың ойы, ақылы маған бір тиынға керек жоқ. Солай шештім, сол жаңағы Күлпаш келін сіңлісін әперем. Қазынадан бір тиын бөлінбесін бұларға. Манисадан Амасияға көшірем. Күндерін қалай көрсе, олай көрсін. Повелитель, Валиде. Валиде. Жеңеше. Апа? Бар жексен шақыр. Астапыралла. Жеңеше, не болды? Жексен шақыр бар. Жоқ, керек жоқ. Менде бәрі дұрыс. Тыныштық па жеңеше дейін? Бәрі дұрыс па? Не болды? Су әкеп берейін ба? Айтпақшы, сендер отыра беріңдер. Мен ана қазан ошақты барлап қайтайын. Отыра беріңдер. Ей, апам ауырып жүрген жоқ па? Бұндай жоқ еді, бірінші рет көрдім. Не білесіңдер сендер өзі? Ана екеуі қайда? Бауда. Бар шақырып жүр. Қарамайсыңдар ма апаларыңа? Мына еттерің тұз аз. Немене бәлер резина ма мына ет? Ет қайната алмайтын қандай келінсіңдер? Енелерің үйретпеген ба? Жоқ, үйретті ғой. Просто ана піспеген ғой, сәл піссе жұмсарады ғой. Шіркін-ай, тілің ұзын екен сенің. Тірлігің де соған лайық болса ғой шіркін. Дым үйретпеген ғой мына енелерің. Тас қылдың ғой қамырды. Енең үйреткен сол ма? 2 келі ұны тамақты. 2 келі ұны үстіңді. Үйреткен осы ма? Шыбын шіркей! Валиде, құтқарыңыз, Валиде! Сендердің енелерің не үйретеді? Дым да білмейді. О сұлтанның махаббатына бөленіп, алақанда өсті. Ол мен сияқты өмір бақи сезімге жармай өткен жоқ. Қая қатын! Ойбай, абысынау, қолын сындырасыз ғой? Ай, жүрсеші мына жаққа, айтатынды маған айт. Не бар келіндерде? Ойбай, абысынау, бұл да менің келіндерім емес пе? Мен де үйретейін де өзімнің білгенімді. Жүр. Ойбай, нең бар келінде? Апам өліп қалды. Әйтпесе бар емес па, Ана кіші апаның бачақ-бачағын шығаратыным. Байқадың ба? Біздің апам что-то бір түрлі болып жүр. Жоқ, Жаным, бізді уайымдап жүр ғой, бізге жаны ашып жүр ғой. Жаным, апам. Құдай сақтасын. Мынаған келін болмағанымызға шүкір шыныманшы. Ана қыздарды Дариғаның келіні болғыр деп қарғайтындай екен өзі де. Ойбай, тыныш естіп қоймасын.